Армысыздар ардақты көрермен, назарларыңызда хабар арнасы мен Тас Гроуп компаниялар желісінің алып жобасы Асыл домбыра. Азат еліміздің баға жетпес байлығы тәуелсіздік күні құтты болсын. Еліміздің 20 өңірі үкілеп, үмітпен жүйріктерін қосқан Асыл домбыра жобасы жартылай финалға да жетті. Біреудің өкінішіне қарай, біреудің қуанышына қарай, былтыр ғана дүбірлетіп, Асыл домбыраның иесі атанған Жамбыл облысы бұл жартылай финалға жете алған жоқ. Дегенмен, жартылай финалға жеткен 4 өңірдің де ақындары сен тұр, мен атайын, сен сөйле, мен жауап табайын деген жақсылар. Олай болатын болса, жартылай финалға жеткен қос облыстың ақындарын ортаға шақырайық. Сыр елі, жыр елі, Қызылорда облысы мен Серілердің мекені Павлодар облысының сөз сайысын тамашалаңыздар. Абзал Қабдыраш, облыстық және республикалық поэзия сайыстарының ақындар айтысының бірнеше дүркін жеңімпазы және жүлдегері. Жас ақынның жетістіктерінің қоржынында Көкшетауда өткен облыстық тәуелсіздік тұғырым және республикалық тәуелсіздік құрдастары айтысында бірінші орын жүлдесі бар. Нұрғанат Қайрат, Алматы қаласында өткен Жамбыл Жабаевқа арналған республикалық студенттер айтысында бірінші орын. Сәтбаев қаласында өткен Ұлы дала үні атты халықаралық жас ақындар айтысында үшінші орын. Астанада өткен Астана көктем атты республикалық студенттер айтысының бас жүлде иегері. Рымбай Нұрсұлтан, Екібастұзда өткен аймақтық айтыстың үшінші орын иегері. Теміртауда өткен Тоғырлы өлке Теміртау айтысының екінші орын иегері. Қарағандыда өткен Армысың Әз-Наурыз айтысының бас жүлде иегері атанған. Қызылорда облысының атынан сынға түсетін Сырым Әділбеков, Асыл домбыра республикалық ақындар айтысының үшінші орын иегері. Қармақшы ауданының 90 жылдығына өткен республикалық айтыстың бірінші орын иегері. Ержан Әміров, Асыл домбыра республикалық ақындар айтысының үшінші орын иегері. Республикалық облыстық айтыстардың жеңімпазы. Бексұлтан Орынбасаров, республикалық сыр дарыны атты жастар айтысының бас жүлдегері. Республикалық күміс домбыра ақындар айтысының екінші орын иегері. Ақындардың сөзін саралап әділ бағасын беретін Қазылар алқасымен таныс болыңыздар. Қазылар алқасының төрағасы мемлекеттік сыйлықтың иегері белгілі ақын Ғалым Жайлыбай. Қазылар алқасының мүшесі айтыскер ақын Қазақстан мәдениет саласының үздігі Талант Арғынғали. Қазылар алқасының мүшесі меценат ұлттық өнердің жанашыры Алматы қалалық мәслихатының депутаты Дулат Тастекей. Олай болатын болса, қос облыстың ақындарының алғашқы жұбын ортаға шақырайық. Ісімлі сөз бастайын айқаяқы шалқып төрден, өлең жырға барады балқып кеудем. Жасап асыл домбыра бұл асыл тас, облыстың барлығын қамтып келген. 20 команда боп бастағанмен 4 команда финалға аңқып келген. Шығыс, батыс, оңтүстік, солтүстіктің мойнына аманатын артып келген. Шайырларын көсіліп шапсын онда, шұбатып шаң шығарып барқыт белден. Мұндағы көрермендер армысыздар, қар өлеңнің қаймағын қалқып келген. Сахарадан су тапқан жолаушыдай, сахнаның киесі тартып келген. Ақсүйек өнерімнің аламанын ханның алтын тәжінен артық көрген айқаяғы. Ай, ай, баласы қалың қалай ырымбайдың, көңіліңде тұрмасын бүгін қайғың. Жеребеден жұп болып шыға келдің, мұны да жақсылық деп ырымдаймын. Жөн болар ынтымақпен ырыс қылған, қатыгездік дегенді ығыстырған. Осы айтысты ыринат жүргізіп тұр,
өлең сөзін қиыннан қиыстырған, жаныма Нұр Сұлтандай інім келді, ел жұрт үшін атқарып іріс қылған. Қасиеті осы ғой бұл айтыстың, бар саланы бір жерге ұйыстырған, билікпенен арпалысқан Ринатпен Нұр Сұлтанды бір жерге сыйыстырған. Айғаяға ай, ай. Сәнденіп отырсаң да сәруардай, әлденіп отырсаң да балуандай. Шаппа-жап айтсайық не де болса, басына бақтарған бағыландай. Бауырың боп бірінші сөз бастадым, сәлемімді қоймасын қабыл алмай. Бұрын соңды көрмеппін мен өзіңді, негізі бұл сөзімнің жаны бардай. Кезек беріп аңдысын аңдып көрем, көрейік шамасымен әлі қандай. Аяғын сылтып басқан әккүріні, қисық түскен ізінен танығандай. Айғаяға ай, ай. Не істесем болады екен болағаны, көмейінен төгіліп жырағады. Бұрын соңды көрмедім деп мына бізді, ел алдында өлеңін шығарады. Ержан бізді менсінбей отырсың ба, көзімізге елестетіп бір ағаны. Бойыңда тәкаппарлық болмас еді, тастамасаң уағызды жұмадағы. Менсініп келгенді мына сендей, тезірек беруші едім сыбағаны. Елеңдеп жан жағыңа қарай берме, елемеген бұтақ көз шығарады. Ай, ей, эфирде айтыс болып тұр емес пе, біздерден арналатын жыр емес пе. Ринат пен Нұр Сұлтанға таңғаласың, төбеңізден төгілген нұр емес пе. Ержан-ау оған несін таңырқадың, екеуі де бір партияда жүр емес пе. Ай, ей, тайдырмас тау түгілі тағамды жар, тұлпар көрсе тұяқтан қан алдырар. Ассалаумағалейкум сәлем бердім, алағайын біздерден аманды қал. Хабар теле арнасына келіп қалдық, халыққа сүйіншілеп хабар қылар. Телеарна, радио мен газет журнал бесіктегі баланы адам қылар. Бұл күні неше түрлі арналар бар, рейтингі деп жасайтын амалды бар. Мысалы КТК-ны қоса қалсаң, әке шешең еңіреп балаң жылар. Той думан НТК мен гәккулерің арзан ойын күлкіні жалау қылар. Ал енді хабарымның жөні бөлек, басқарып отырғасын табандылар. Айтыс жасап ел рухын көтеруде, шоу жасап жүрген кезде қараңғылар. Қалаулымдар барады Еуразияға, ал хабардан шығады қалаулылар. Бұрылып дарияның жайынына, жолықтым қарсыластың лайығына. Қасыма Ержан ақын жайғасыпты, бөлек тұрған парасат пайымы да.
Сен жайлы біраз дерек шығады екен, мәселенің біз барсақ байыбына. Өміріңде ерекше отбасыңда Еговтың еніпсіңдер файлына. Өзіңнен үлкен қызға үйленіпсің, тәуекелдің мініп ап қайығына. Бауырым деп қасыңда жүрген апаң қалай ғана айналған зайыбыңа. Ендеше кезегімді ұсынайын, сыр елінен кеп тұрған шайырыма. Махаббат десе жасқа қарамайтын, дәл бүгінгі айтыстың райымына. Мен қалай әппақ арды айқаяқым кірлетемін, көңілің көрініп тұр мұңлы екенің. Сөз қылып бір жас үлкен әйелімді, қызық екен сылтауды түрлетуің. Бауырым оған несін таңғаласың, мен болайын сыйластық шын көпірің. Өзінен үлкен жанмен отау құрған, ең соңғы пайғамбардың үмметімен айқаяқау. Ай, ай. Тұрса деп аласармай тіл бедері, тірлік қылды қазақтың іргелелі. Олыра соңғы кезде біздің Ринат аманат партиясына кірген еді. Таңғалатын түкте жоқ деп қоясың, бауырым арғы жағын білмеп еді. Ринат ел деп жүрген, жер деп жүрген, пайда болып тиетін шын керегі. Ал енді аттасыңды білесің ғой, көргеннен көз ақалып үлгереді. Бір партия жүргеннен пайда бар ма, екеуі бір болмаса мүдделері айқаяқау. Ай, ай. Тәуелсіздік алған жер осы жақ деп, Алматыға айтыстың көшін әпкеп. Кезек берсем інімді ойламаппын, тәкаппар ағам ғой деп шошынар деп. Мен саған тәкаппарлық танытқам жоқ. Ержан ізгі ниетін жасырар мед. Бауырым деп құрметтеп кезек бердім, сыйлағаннан көңілің тасынар деп. Бірақ оны басқаша қабылдапсың, ойланатын інімнің басы бар мед. Шынымен таныған соң уайымдадым, мына бізден айласын асырар деп. Біздің қазақ тегіннен айтпаған ғой, білмейтін жау құтыңды қашырар деп. Байлардың қазынасында жоқ дүние, кедейдің қапшығынан шашылар деп айқаяқау. Ай, ай. Қасиетті арқаның төңірегі, Қарағанды шақтаның өңіреді. Соңғы кезде жаныңды жауратып жүр, тоңғанда жылытатын көмір елі. Сол жақта қайталанып болып жатыр қайғылы оқиғаның көбірегі. Кеншілерім келмеске аттануда, оны ойласам көзден жас төгіледі. Жылына қанша шақтүйер опат болып, үйіндінің астына көміледі. Көздегені көз тоймас байлық болса, мисыз миттал бұл жайлы не біледі? Кеншілердің жетейі қадіріне, өзгеріп кетпей тұрып өмір өңі. Келешегін ойласам кеншілердің, жанымды жегі құрттай кеміреді. Жер астында жүргендер денелерін, жерге үйретіп жүргендей көрінеді айқаяқау. Ай, ай. Ағаның білсе бағасын ылайлап қайтем тұнығым. Құлдилап қайда барасын құлдыраңдаған құлыным. Қызылордадан мен келдім, құймалтыннан қымбаттау, құны түйір құлынның керекуден келдінім. Күміспенен тағалап, күлте жалды күлігін. Жарысқа жетсең жең тұрып, алысқа кетсін дүбірің.
ел сенімі ақталмас, екі ауыз өлең қылмасаң, екі бас тұздың құбырын. Күн суыта бастаса күңіреніп, күзгеудем көбейеді күдігім. Жанашыр халық емеспек, жарты құрты болса да жауына берген тілімін. Екі бастан не жаңалық келтірді ме қалпына, жүргізіп қайта жылуын, қайыры жоқ халқына. Жасырып қалған жоқ бекен жауаптылардың былығын, мүдірмей бәрін айтарсың, мүжілмей атан жілігін. Тілеулестігі деп түсін сырдан келген ағаңыз, тізгінін тартса тілінің, қақарланбай құрмет деп ұсынса шәрбәт шырынның, сыйлағанды түсінбей көбейсе күңкіл күдігің. Тасқа салған қашаудай, бас білмеген асаудай, өзеңдіңнен үркісен үзіледі жылының. Елімді айталамын шырайлы деп, басына бағын құдай құрайды деп. Ол рас екі бастыз мұңлы болды, айтқан соң Алла бізді сынайды деп. Ағалар расыменен шешіңіздер, қара жұртым қашанғы жылайды кеп. Өткенде Аспанбектен сұрап едің, шумағың мен өлеңің шырайлы боп. Енді менен Ержанау сұрап отсың, мүкістігің бар меді құдай білет. Қайран менің аталарым қалай айтқан, Саңырау 8 рет сұрайды деп Сахнада көрсетпе тағылықты, Алла алдында әрдайым арың ұтты. Нұрекеңді Ержанау сынап отсың, ол да замат еді ғой сағымықты. Патша тақтан кеткесін бұл күндері, қарап тұрсам ағайын бәрі мықты. Осындайда есіме түсіп отыр, Ахмет мысал қылған кәрілікті. Баяғыда қартайып бір арыстан, аяғынан жүр алмай жабығыпты. Сол кезде қасқыр келіп қауып алып, өгіз келіп мүйізбен бірақ ұрыпты. Ең соңында арыстанға есек келіп, аң патшаның қасынан табылыпты. Сол кезде арыстаның қор болдым деп, көзінен жасы шығып жабығыпты. Құдайым бұл қорлықты көрсеткенше, мені тез алсаңшы деп жалыныпты. Ержанау қабағымды бағып тұрсың, өзіңше ел алдында жарып тұрсың. Өзіңе бір сауалды қояйыншы, дариядай сахнада ағып тұрсың. Ахмет мысал қылған хайуандардан, қайсысынан өзіңді танып тұрсың? Батыр болама байрақ алмай, шайыр болама шайға қанбай. Пайғамбардың сүннеті деп қоясың, аузыменен құс түстеп айдалардай. Бұрын соңды жоқ еді діндарлығың, жүзін дінге бұрып ап жайнағандай. Ендеше осы қалпыңнан танбасаңшы, күн сайын мұңғы болып майдаланбай. Сүннеттердің барлығын ұстанып жүр, тек қатынға келгенде пайдаланбай.
етіп отсаң да қараюды. Біздерге бола алмайсың ағай үлгі. Сүннетке қатты жатып алыпсың ғой, өзіңше сүйсіндіріп маңайыңды. Бір күні 4 әйелге үйленем деп шулатып жүрмесеңші ағайынды. Әй, бірақ оған жеңгем рұқсат бермес, үлгі қылып отсаң да абайымды. Үлкеннің ат үлкен ғой қайғашанда, сіз деп сыйлап тұрса да қожайынды. Оқталып 4 әйел деп келген кезде, оқтау менен бермесін сазайыңды. Нұр Сұлтан енді қашан айқаяғау жалындайсың, тек баяу жүрісіңнен жаңылмайсың. Қайта-қайта сөз қылып жеңешеңді, несіне отбасыма дамылдайсың. Одан басқа айтатын нәрсе жоқ па? Бауырым бөтен ойдан арылғайсың. Сүннетті ұстанамын барлық жерде, білемін тасың қайсың, тауың қайсың. Пайғамбардың сүннетін ұстай білсең, өмірде тура жолдан жаңылмайсың. 4 әйел аламын деп оқталғам жоқ, сырттан жала жабатын дарындайсың. Бір жас үлкен әйелім сабайды деп, тағы да күдікті ойдан арылғайсың. Жаңа айттым ғой, дәл онда ештеңе жоқ. Сен несіне дәл олай жалындайсың. Үлкен әйел алғанның жақсы жері, анау-мынау нәрсеге бағынбайсың. Екеуара шамалы сөз болып қалса, әпшең ұрсып жатыр деп қабылдайсың. Айқаяқау, ай. Бұл Ержан айналасын іргелеткен, мынау құрғыр дүние кімге жеткен? Мысалын айтып отсың Ахметтің, бұл Ержанға тағылған мінбе көптен. Хайуанаттың қайсысы өзіңсің деп, қателігің несіне тілге кеткен. Сол айтқан арыстанның кесірінен қазағым сәл қиналған күнге жеткен. Хайуанаттың ешқайсысы мен емеспін, Ержан бүгін еңсесін іргелеткен. Өзің айтып отырған хайуанаттар сол кеткен арыстанмен бірге кеткен. Айқаяқау, ай. Жартылай финалға жолдама алған Қызылорда облысы мен Павлодар облысының арасындағы сөз жарысы осылай басталды. Ендігі сөз қазылар алқасында. Бұдан сәл ширақтау басталғанын күтіп едік. Бүгін енді жартылай финал ғой. Сондықтан мен сәл ғана басымдықпен өз дауысымды павлодарлық Нұрсұлтанға беремін. Айтылған сөздердің арасында әдемі сөздер болды әрине, бірақ дегенмен де сол жеңгемен жастың арасындағы әңгімелер көбейіп кетті. Айланып келген кезде болған дүниелер қайталанып сұралынды, оның бәрі айтылды. Сондықтан да мен өз басым бұл жердегі енді соңғы шабысы Ержанның маған ұнады. Сол шабысты басынан бастау керек еді. Сол шабыс басынан басталғанда күшті болар еді, бірақ дегенмен де бәрі мен өз даусымды Ержанға беремін. Сөз бастау қиын дегеннің дәлелі осы болған сияқты. Шыға салғаннан алғашқы жұп болғаннан кейін өте бір селзоқ айтыс болды. Қалжыңдардың да бағыты бір жас үлкен әйелге үйленіп. Қазақ бел құрдас, 5 жас бел құрдас деген әңгімелер айтылады. Бірақ сол жерде Ержанның басым түскені, өзінен жас үлкен жарға үйленген пайғамбардың, ең соңғы пайғамбардың үмбетімін деген әдемі болды. Сондықтан мен даусымды Ержанға бердім. Құрметті көрермен, өздеріңіз байқағандай, өздеріңіз көргендей, бұл жарыста алғашқы жеңімпаз Қызылорда облысының ақын атанды. 13 табысты жыл, 50 филиал, 500 қызметкер, миллионнан астам қанағаттандырылған клиенттер. Тас Групп
Қазақстан Республикасы мен ТМД елдерінің тұрғындарына қаржылық қызметтердің толық спектрін ұсынатын серпінді дамып келе жатқан компаниялар тобы. Басты миссиясы – инновациялық шешімдердің көмегімен мақсатқа жеткізетін қаржылық мүмкіндіктер ұсыну. Тас Групп қазақтың төл өнері ақындар айтсын қолдайды. Жарыс жалғасуда, ортада екінші жұп. Армысың ай келбетті сәнді қалам, көркіңе көз тоймайтын мәңгі қалам. Сіздерге сәлем айтты аяуланам, ардақты әкем қарт ертіс баяндалам. Ол қаймағы бұзылмас дәстүр далам, әулие адам жүсіп мәшкүр далам. Сөйлесе ақ бұқар болған ақын далам, жасыбай ол жабай мен батыр далам. Иса мен естай жүрген қорған далам, едіге шоңби менен шорман далам. Театр мен киноға тұрақ далам, Шәкен мен Жұмат туған жұмақ далам. Әндетсе сырлы мекен шерлі далам, жаяу мұса жарылғап берді далам. Жүсіпбекті тудырған арыс далам, әлкей шапық және де қаныш далам. Ассалаумағалейкум қорған далам, құйынға қарсы тұрған оғлан далам. Ей, азап мұң қасіретті кешкен далам, азаттықтың кіндігін кескен қалам. Қазақпыз, қайсар еліміз, іргеліміз, арғын адай найман мен сіргеліміз. Білеген бірлік үшін түрген бабам, білуге ол ерлікті мүдделіміз. Сан ғасыр армандаған азаттықпен шешілді 91-де күрмеуіміз. Тоғырлы тәуелсіздік құтты болсын, өте берсін бейбітшілік күндеріміз. Құдайым азаттықтан айырмасын, жеткенде еркіндікке күллеліміз. Ей, азаттықтың арқасы деп білемін, арқаны кеңге салып жүргеніміз. Сырымның сөзі қандай, ісі қандай, мысыққа ғана жетер мысы бардай. Қасыма қарсылас боп жайғасыпты, арқасы қамшы сұрап қышығандай. Бұл күні депутаттық қызметін бір күні бастан бақты ұшырардай. Фейсбуктан көріп президенттің жолдауын жатсыңдар ма пісіре алмай. Халыққа әлі жүрсің түсіндіріп, сөзіңнің болмады мау күші нардай. Павлодар орыстанған деп айтушең, әппәлем сәттуды ма қысылардай. Қызылорда 90% қазақша деп, дерегің болушы еді ұсынардай. Ал сырымау, мен сені ұғалмадым, тірлікті қылмадыңдар кісі қардай. Ей, 90% қазақша білетіндер, Тоқайыпты жатырма түсін алмай. Дәл бүгін шабыт берсем, маған Алла қаймығып қарсыластан қалаланба. Серігіне айналдық көрерменнің сенбі сайын көрсетіп хабарарына. Ай, бұлай түс мұра болып қалған жоқ па біздерге бір жаннан да сарадан да. Домбырам асыл таспен көмкеріліп көздің жауын алады қарағанда. Ай, мырзалығын танытқан төленерге мың алғыс туылаттай ағаларға.
Ассалаумағалейкум арда қазақ, баласы тартып туған бабаларға. Алталашым айналды осы күні, азуы алты қарыс абаданға. Елімнің жақсылығын жырғылайын, келген жоқпын домбыра сабалауға. Ай, сыр елінен үш ақын атқа қонды, қар өлеңді артып ап қаранарға. Шапалақпен ағайын шабыт берсең, шайырың шалғұйрықтай шабадалға. Ай, атырабың қазақтың жырмен тербеп, ат оздырып кетейін. Ай, аламандау, аламандау, адалдық деген өнер, адал кәсіп. Айтыс деген ақынға адал кәсіп. Абзал деген бауырым қалың қалай, алдыменен алайын амандасып. Айтпақшы қызметін құтты болсын, жоғарыға барыпсың тағалмасып. Кезінде кеңесші болып жүруші едің, кетіпсің ойда жоқта одан қашып. Қоғамдық даму деген басқармаға орынбасар болыпсың қадам басып. Ай, қоғамға қандай пайдаң тиіп жатыр, халықпенен жүрсің бе хабарласып. Ай, жұмысыңа көрініп тұр адалдығың, айтысқа да келіпсің команда ашып. Жаныңа екі ақынды ертіп апсың, жеңіліп қап түспесін жанарға ашық. Ай, қоғамдық дамуда істеп жатқасын ба, жүретін болыпсың ғой. Ай, қоғамдасып, қоғамдасып. Ай, бұл сұрым қар өлеңді пісіреді, абзал неге шығасап ісінеді. Қызылордада қазақтар тұрады рас, ол менің ең бірінші күшім еді. Президенттің жолдауын айтар болсам, демеймін елге халыққа ол қысым еді. Ай, сендер құса бес жаққа сенделмейміз, Қызылордан халық айтпай-ақ, ай, түсінеді-ау, ай, түсінеді-ау. Ай, болғанда абзал деген ақын атың, шабытың болса шақыр шақыратын. Акиматтың өкілі емес бе едің, жан-жағыңды дұрыстап бақылатым. Талант ағам қазыбып отқан кезде, талантыңнан болшыдам татыратын. Ай, акимат емес саған айтыс деген тапсырма беріп қана, ай, отыратын, отыратын. Жауабымды берейін қасқағымда, акимат деп көңілді ластадың ба? Сәлемдесуіңді айтып отқан кезде, байқаймын тура жолдан қашқаның ба? Халыққа шапалақ бер деп айтады, оны мен сөзіңменен растадым да. Депутаттық сайлауға түсіп едің, болмап еді байқадым дос жаныңда. Ей, халықтан дауыс сұрап үйренгесің, шапалақты да сұрай бастадың ба? Ей, әндетіп сырым отыр жырымызбен, жолықтым деп абзалдай інімізбен. Қоғамдық даму деген басқарма дейді, естідік оны жаңа үніңізден. Ей, қоғам деген халықтың бірлігі ғой, бір болайық әрқашан бірімізбен. Достарымды қатар ертіп келсем, жүреміз бабам қалған бүгін ізбен. Өйткені бұл қоғамға бірліктің керегі рас, айтары болсақ мән жайды шынымызбен. Бүкіл елді бірлікке шақырамын, сахнада отқан осы жырымызбен. Ей, 30 ел қатарына кіре алмаспыз, 40 пышақ болып жүрген түрімізбен. Ол сырым жан шыға салып сорламаңыз,
Бауырыңды акимат деп қорламаңыз. Қоғамға не істедіңдер деп айтады. Орынсыз сөздеріңді жолдамаңыз. Ей, Павлодарда 13 көше ауыстырылды. Бұйырса қазақилықты қолға аламыз. Ленин кенті атамекен боп өзгерді. Қашанғы күн көсемге долданамыз. Қоғамдық даму деген ішкі саясат қой. Бұйыртып біз сол жаққа орнағамыз. Ей, ішкі саясатты қолға алмасақ, сыртқы саясатқа қор боламыз. Ол жерде көсіле алмай асаудай қыр. Арқырап болам дейсің қашан қайғыр. Керекуден кеуде керіп келгеніңмен келісті шаруалар жасалмай жүр. Аспанбек мына сенің ағаң еді. Айтатын тасқа салған қашаудай жыр. Баласына мәшһүр деп ат қойыпты. Әкелік қуанышын расаңдай біл. Қайран павлодарлық ақындар ай, шуағын шартарапқа шашалмай жүр. Қаласына беретін атауларды баласына қоюдан асалмай жүр. Айқаяқы. Ой, сырымның айтқан сөзі жобалы еді. Мәселені бұл жерден табар еді. Қаланың ат өзгермейді деп қояды. Құйындатып жырымен соғар еді. Мен жаңа саған айтып өткен едім. Тыңдасаң жүйелі сөз оңар еді. Павлодарда көшелер өзгертілді. Бірдін деп соған көңіл толар еді. Ленин кентінде ауыстырып тастап едік. Бізге бөгет болғаны солар еді. Қаланың атын енді өзгертеміз. Келіскендер амалын табар еді. Оған бола несіне назданасың. Бұйыртып ол іс бізде болар еді. Тауларды қозғалтамын деген адам тастарын қозғалтпай ма ең әуелі? Ей, ұсындық мынау елге жыр амалды. Көрдім ғой сырым дейтін сір адамды. Ал бауырым осымен қоштасайық. Құрметтеймін өзіңдей бір ағамды. Еңсесі қазағымның биік болсын, естімейік балалар жылағанды. Төбемізден көктуым желбіресін, көрмейік көктен бомба құлағанды. Тәуелсіздік тоғырлы мәңгі болсын, бір шаңыраққа жинаған мың адамды. Я жаратқан Раббысы әлемдердің, бере көр тілегенді сұрағанды. Ей, әділетті Құдайым қабыл қылсын әрбір қазақ жасаған дұғаларды. Ай, сүлейлерімдей толғайын, сөзімді салмай саудаға. Атаның ізін жалғасам, атымнан кетпес аудара. Ай, тарихын айтсам қазақтың, тасқа жазылған таңбада. Тағдырдан көріп теперіш, қызылған болды сардала. Ай, аштықтан да аман қап, алынбай өттік жауға да. Ай, тәуелсіздіктің қадірін түсіне білсін әр бала. Бұл күні әлем дүрлігіп, түс алмай жатыр арнаға. Ай, кейбір елдер соғысып, өлдігі сында арбада. Ал бізде әлхам шүкір ғой, шырқалып жатыр ән ғана. Дами берсін қазағым, жем болмай құзғын қарғаға. Тәуелсіз елім тек қана тәуелді болсын Аллаға. Ай, ақындарын мінекей тыңдап жатыр елүйіп. Төрім берді біздерге жетісудай жүрейік. Тұлпарлардай көсілдік, тынысымыз кеңейіп. 20 минут айтыстық, желмаядай желейік.
абзалдайым бауырым, қазылар берсін бағасын, кешенемізден көрейік. Аман болшы бауырым, уақытқа шіркін көнейік, Сырдария мен есіл боп сыйласып аға берейік. Сүлейлер мен салсерлердің алтын бесігі Қызылорда облысы мен Павлодар облысының ақындарының екінші жұбы алдарыңыздан өтті. Алуан ақын бар, әліне қарай шабатын. Төреш соның қазылар, сарапқа сөзін салатын. Енді кезек қазыларда. Абзал мен сырымның айтысында Абзалдың басымдығы бірден байқалды. Себебі әр жолдаған сауалының жауабы сырым жақтан әлсіз болды. Оның бірден бір себебі бір ғана кеткен қателік, мысалы жолдауды түсіндіру жұмыстары деген бұл енді қате сөз кетіп қалған. Негізі жолдауды түсіндіру емес, жолдауды іске асыру жолдары ғой бұл. Сол қателік әдемі қазір қоғамда солай болып кетті да, жолдауды түсіндіру жұмыстары деп. Соны Қызылордаға, жаңағы 90% қазағы бар Қызылорда нені түсіндіре алмай жүрсіз деген кезде сырымның жауабы біздердікі бір айтқаннан түсінеді деген. Енді бұл жауап па енді былай қарағанда? Өтті әлсіз жауап болды сіздер. Одан кейін енді керісінше сырымның қоғамдық даму басқармасында жүргендіктен бе қоғамдасып жүретін болыпсыздар ғой деген сөзіне сырымның жауабы қандай болды? Бізге бірлік керек. Бірігіп жүргеніміздің арқасында талай нәрсеге жетеміз деді. Қандай ұтымды жауап. Сондықтан мен өз даусымды бұл жолы біздің Абзал бауырымызға беремін. Рахмет. Енді тең түсті деп айту қиын ғой. Бәрібір де бір жеңімпаз болу керек. Мен де өзімнің даусымды Абзалға беремін. Мен мына екі ініме келсем, келесі кезекке Абзал барсын. Жаңағы Абзалды осы денің жеңімпаз деп танайық, осы айтыстың. Мінекей құрметті көрермендер, жартылай финалда жайшылықпен ешкім жығылмайды. Енді кезек шешуші үшінші жұпта. Асыл домбыра тележобасының бас демеушісі Асылтас қоғамдық қоры. Асылтас қоры құрылғаннан бастап 5 жылдан бері төленеріміз айтысты жан-жақты қолдап келеді. Асылтас қоғамдық қорының басты миссиясы инновацияға ден қойып, қазақ тілін қалың бұқара іскерлік ортаның тіліне айналдыру, қайырымдылық жасау, ұлттық құндылықтарды дәріптеу және ұлттық мүдде жолында еңбек ету. Алла деп алашымды оу ән етемін, өлөнім өнеріме дәнекерім. Ассалаумағалейкум асыл қазақ, намыспен биік қойған ар екеуін. Тәуелсіз қазағымды оу сүйсіндірсін, тәубе деп топқа түскен тәуекелім. Елінен баяна олау келіп тұрмын, сағынып ағайынның бәрекелін. Қуансын исі қазақ оу, көріп бүгін Исаның ұрпақтары бар екенін. Ағыдай шіркін өтедай бір күн, сағатта миллион сомды қойын күлкін. Халала күлайла, хилала күлайла. Тілімнен қар өлеңнен тіздім қарып, аламанды кетеді үздік жарып. Америка бейсболын жақсы көреді, спортта тұрса дағы 101 бағыт. Испандар бұқаларын қызықтайды, қандарын тәуекелмен қыздырма жұрт. Ал қазақ айтыс көрсе ләззат алады, сондықтан сахнада біз жырладық. Соғыстың кезінде де айтыс жасап, тізімнен төленерді сыздырмадық. Хабардан да көрсетіп, міне бүгін Ринат ағам жүргізді тізгінді алып. Батыстан күн шыққанша басқа айтыстан айрылмайды біздің халық. Хилалилилла, хилалимай. Ойымның кіріп алып бөлмесіне, айтыстың атпайладым кермесіне. Бек сұлтаным аман ба қасымдағы, жолықтым сыр елінің кенжесіне. Бұл өзің айтыс сайын жыраумын деп, нан пісе бастапты ғой кеудесіне.
жүз жыраудың елінен сен кеп тұрсан, ағайын мен қысылайын мен несіне? Мың жырауға татитын Бұхар жырау, жеті ханның ой қосқан зердесіне. Мен Бұхардың тікелей ұрпақ едім, айтысқа келіп тұрған көрмесіне. Қозбалақтамай дұрыстап айтысқайсың, екеуміз шабайықшы кел көсіле. Көмекейің керемет боп көрінбес, көмекей әулиенің жерлесіне. Сұлтанға қыл айтқанның ұрпақтары Бек Сұлтанның таңғалмай термесіне. Хилалімай. О, жұртымды өлең жырға жарытайын, он айтсам артатындай тағы файым. Мұны тұрған Нұрғанат жыраусың деп, дедіме қалжың менен қағытайын. Жүз жыраудың елінен келгеннен соң өлең жырдың тиегін ағытайын. Жырау деген ақынның әкесі ғой, өнерімді бойыңа дарытайын. Алталаштың анасынан келіп тұрып, бұл ағамның әкесін танытайын. Ей, танытайын, ай. Ау, ғашықсың өлеңімді тыңдап көрсең, сөзімді мақамымнан қымбат көрсең, көмейін керек емес дейді мынау. Ал жарайды қолыңды бұлғап көрсең. Нұрғанатжан, сен маған не қыл дейсің? Көмей емес жүрегім мен жырлап бересем. Ей, жырлап бересем, ай. Ей, төгілтіп төге тұғын тәтті әуенін, Алла деп сөз бастады атпал ерің. Ассалаумағалейкум арда қазақ, жан берсе де бермеген жатқа жерін. Ау, Сүлейменнің өзімен тілдескендей Сүлейлердің сөзінен жаттап едім. Кеше ғана 20 миллион болдық, барша мақтау мадақтар хаққа дедім. Көршілес халықтарға қарап тұрсақ, ошағына айналған нақ бәленің. Украина, Ресей мен Палестина азат ете алмай жүр оқтан елін. Осындай соғыстар мен апаттардан жаратқан жұртымды сақта менің. Ей, жылдан жылға жаңарып жасара бер, күннен күнге көбейіп жатқан елім. Ей, жатқан елім, ай. Ау, Құдайын сүйген құлға бақтар еді, өмірде өз жолыңды тапқан игі. Қауіптісі жолықты қарсыластың, мінезі шатақ, тілі шатпа дейді. Түркияның төрінде алшаң басқан, Нұрғанаттың кәсібі кәтті дейді. Сауапты іс жаса деп айтпаса да, сауда жаса үйіңде жатпа дейді. Арзан тауар таситын Түркиядан қалайсың ақындардың аптабегі. Ей, айтыста біреугедің білек тұлдың, додаға білегіңді түріп кірдің. Қызыл жасыл тауардың бәрін сатып, енді асыл домбырадан үміт қылдың. Ақтала қоймас, бірақ ол үмітін көріп кел, болмасам да біліп тұрмыны. Ей, айтысаған түріктің базар емес, осы жайға ойымды бұрып тұрмыны. Сақалын сипап жүрген саудагердің саудасын бітіруге шығып тұрмын. Ей, шығып тұрмын, Бек Сұлтан мына бізді тергеген бе? Әр түрлі ой болады пенделерде. Ол рас кәсіппенен айналысам, қызыл тілім бауырым сермеген бе? Және тағы халыққа көмектесем, емешегім үзіліп елдегенде. Өлеңменен шетелден жыр айтамын, қар өлеңге қандырып елді өлеңге. Ақшасы жоқ қазаққа көмек беріп, қолдау берем қолдарын сермегенге. Талай ащы мәселе көтеремін, қиналап ел дегенде, жер дегенде.
мен тек қана саудагер жан емеспін. Пейілің қызық екен мен дегенде, бәленің бәрін көрген екі қыз екі көзің, ел кеткен еңбегімді көрмеген бе? Хилалилилла, хилалилай. Арманым бар биікті шолсақ деген, сол биікте жұлдыздай жансақ деген. Ол рас Түркияда жүрген ұлмын, талай адам армандап барсақ деген. Бірақ та мен елімді сатқаным жоқ, қасқырды шатастырма қарсақ пенен. Білім менен тәжірибе қатар алдым, сөйлеп отсын Бек Сұлтан жансақ неден. Қазақстан өз елім атамекен, атамекен деп саған ән сап келем. Африкаға кетсем де қазағымның ып-ыстығы қыласын аңсап келем. Хилалилилла, хилалилай. Сонынан жақсылардың ергім келет, сапына сақилардың енгім келет. Кәсіппен жай айналсып жүргенім жоқ, көңілді асылдарға бөлгім келет. Қан кенеге болысқан Азнабайдай, несібемді адалдан тергім келет. Алаштың арыстарын қолдап кеткен Есенқұлдай байларды көргім келет. Есенқұлдай байларды көрмегесін, өзім сондай байлардан болғым келет. Қолымнан келгенінше Міржақыптай ерлерге қол ұшымды бергім келет. Хилалилилла, хилалим ай. Ойнаған қаныңда жүр, жаныңда жүр, Бек Сұлтан арғымақтай арында бір. Өткенде сұхбатыңды көріп қалдым, сөздерің әлі күнге жадымда жүр. Әкесі тірі тұрып сақал қойған, адасып кетті дейсің қауым қазір. Әй байқамай ақылды айта салдың, әйтпесе сақалдылар жаныңда жүр. Сен Мұхтар Ниязовтың шәкірті едің, талантымен қазаққа танылған ұл. Өзіңе бір сұрақты қояйыншы, шарықтап шабытыңмен шағымда бұл. Әкесі тірі тұрып сақал қойған, ұстазың сонда қандай ағымда жүр. Хилалилилла, хилалим ай. Ай, сөйлесе бұл нұрғана тамаша еді, байқасам ойың неткен алас еді. Ей, әкесі тірі тұрып сақал қойды деп айтқаның мына маған талас еді. Ау, біздің мұқаң сүннет деп сақал қойса, ол өліп кеткен шалдың баласы еді. Ей, баласы еді вай. Ей, Нұрғанат мынау жерде шырқады ма? Бұлдағы ұллардың ұнтағы ма? Сапа сақал жайлы сен бізге үйретпеші. Ақының осылай деп шырқады ма? Ей, сақал жайлы айту саған не тұрады? Қара сақал ерімбеттің ұрпағына. Ей, ұрпағына вай. Ей, жасыңнан құмар болып киім бөзге, кәсіпті таппадың ба тиім дөзге. Мақтанатын нәрсеме саудагерлік, ақша көрсе болатын құйын кезбе. Саудагердің талайын көріп жүрміз, іске қосқан тар жерде миын лезде. Ел мен жұртын тіл мен дінін сатқандар бары, маңайына жинап алып жиын дөзге. Ей, қиналмай нәпақаңды табам дейсің, жасыңнан құмары болып тиын бөзге. Сенен басқа саудагерлері жетіп жатыр, тастай салып отбасын үйін лезде. Оқтың даусы шыққанда өз отанын оттымға сатып кеткенін қиын кезде. Ей, қиын кезде вай. Қасыма менің келіпті керекулі кердөнені. Ей, ал қайратыңды көрген көсіліп өтсең көмбеден. Аға болсаң егерде аяғыңды аңдап бас, ізіңнен еріп мен келем. Ақын болсаң шынымен мынау елдің мұңын айт, шілдеде шырақ көрмеген.
айлығы жетпей шайлыққа азып барады ел неден. Жемқорлардың жайын айт, жұртынан тығып жем жеген. Байлығыңнан не пайда, кем қажетке бермеген. Кеншілерімнің жайын айт, кеше ғана жерлеген. Ана тілінен жерініп, баба дінінен бөлініп, жастарым қайда барады? Қаңбақтай ұшып желменен, федофилдер көбейді, сәбиге қолын сермеген. Осыларды айтпасаң қоза алмассың сен менен. 40 жыл қырғын болса да ажалсыз пенде өлмеген. Жеңілсең жер көтерер, тағдырға кім бар көнбеген. Алдымда тұрсаң көлденең, көк серкедей көтеріп, тақымыма өңгерем. Бек Сұлтан отырсын ғой желік қуып, сөзіңді талдап берем теріп тұрып. Қайта-қайта кәсіпкер деп айтасың, Нұрғанат аяғаңды жолықтырып. Бұл айтысты дулаттай ағаң қылды, ұпайыңды алдың ғой кеміттіріп. Кәсіпкерге тиіскенің қызық екен, кәсіпкердің айтысына келіп тұрып. Бек Сұлтан жоқтайтындар, бардайтындар, жалғанда достайтындар, жаудайтындар. Ананы мынан айт деп қоясың ғой, жермеді барлығында даулайтындар. Қарағым 20 минут жетпейді ғой, жан болсақ та айтысты жаулайтындар. Ендеше тілің жайлы мен айтайын, көбейді өзеуреттім қаулайтындар. Негіз оған бір ағзан керек боп тұр, түсін алса барлығын талдайтындар. Бар қызметкер сөйлесін деп бірақ тілде, жандар бар ма шегелеп заңдайқындар. Осы заң барлығында шешеді ғой, сөзімді түсінеді ау андайтындар. Әй бірақ арманыма бөгет боп тұр, бұл күнде өз жолдарын танымайтындар. Түрлері есенбелің ұқсаса да, тілдері есенінен аумайтындар. Ата заңға тіл заңын кіргізбейді ау, ана тілде ант бере алмайтындар. Танытам деп әкемді, бүлкіл деп ет көмейін. Таныталмайсың әкемді, жырауларша төгейін. Мен Бұхардың ұрпағы, бүлкілдесің көмейін. Алтындап көр Бек Сұлтан, өседі енді мерейім. Бірінші тілек тілеңіз, бір құдайым жар болып, басыңда бағың жансын деп. Екінші тілек тілеңіз, сен айтып отқан Бек Сұлтан, екі бас сөзбен рейдерге жылуым жылдан барсын деп. Үшінші тілек тілеңіз, 300-імнің басына баянды бақыт қонсын деп. Төртінші тілек тілеңіз, төрде отырған төрелер халыққа назар салсын деп. Бесінші тілек тілеңіз, солтүстіктегі 5 аймақ қазаққа ғана толсын деп. Алтыншы тілек тілеңіз, Алталаштың баласы аламанды жарсын деп. Жетінші тілек тілеңіз, 7 ұрпағым адаспай, 7 атасын тансын деп. 8-ші тілек тілеңіз, төріме қызыр қонсын деп. 9-ші тілек тілеңіз, тәуелсіздігім қастерлі қияметке дейін барсын деп. 10-ші тілек тілеңіз, тәуелсіз менің еліме Алланың нұры жаусын деп. 11-ші тілек тілеңіз, Нұрғанаттан Бек Сұлтан жеңіліп бүгін қалсын деп. Бұхардың асыл ұрпағы, асыл домбыра алсын деп. Нұрғанат айтар сөзін шамалайды, байқаймын өзін қатты бағалайды. Бек Сұлтанды жеңілсін деп тіледейді, төрде отырған қазылар саралайды. Екеуміз де халықтың перзентіміз, халық бізді бөліп жарып қарамайды. Сондықтан қатты кетпе аға жанау, бақтайса ақылыңа қарамайды. Қарамайды таңдауы сен боп тұрсаң жеребенің, өзіме де о бастан керек едің. Болаттай кәсіпкерді айтып жатсың, көрсеткендей бұл жерде өлең өрінің. Сен бағана саудагермін деген кезде, байларды көрмей жүрмін деген едің. Неге келдің жыр шырағын жаға алмасаң, көңілін көпшіліктің таба алмасаң. Бұлатқа ұқсаймын деп айтпай ақ қой,
Павлодарға айтыс жасап бере алмасаң, бере алмасаң, атамыз туған ақын боп, бабамыз туған батыр боп, түбіміз бір күт, түбіміз бір түркіміз, қазаққа қазақ бауырмал, өзінен басқа жақын жоқ. Ал ендеше ағайыны аман болғаны осы мен, қалмасын көңілі ғапыл бол, Нұрғанат сенде аман бол, тарқасайық тату бол, жайқалатын жеріңде қалма бұлай тақыр бол, мықтылардың ұрпағы, сен қазақтың ұрпағы, осал болуға қақың жоқ, қақың жоқ. Мен қалай жақсыларға татымайын, әр сөзін Бек Сұлтанның бақылайын, Павлодарға айтыс жаса деп қояды, ендеше сөздерімен сатылайын. Әй саған асыл домбыра бұйырмайдау, басқалардың беретін аты дайын. Павлодар алюменнің жері емес пе, ендеше неменеге бақырайын. Бұйырса алюменнен домбыра жасап, мен сені айтысыма шақырайын. Адал көрерменнің қиқулаған қолдауымен, ақындардың төгілген толғауымен әспеттелген жартылай финалдағы алғашқы кезең өз мәресіне жетті. Финалға қай облыс жолдама алғанын қазылар айтсын. Айтыс тек қана әдемі, мәнді ұйқастар ғана емес, арасындағы сұрақ, жауап, одан кейін әккі тәсілдер ғой. Соған келетін болсақ, саудагерлік, кәсіпкерлік жағында көп әңгіме болды, бірнеше рет қайталанды. Бірінші айтылған кезде оған Нұрғанат бірден жақсы жауап беріп үлгерді, сол қайталанды. Жалпы негізінде енді Ахмет ағамыздың айтып кеткен қазақ бай болу керек, білімді болу керек, мықты болу керек деген келетін болсақ, бай болу үшін кәсіппен айналысу керек қой. Сондықтан да өз басымызды кәсіптен алып тастамайық ешқашанда. Енді осы сәттерді ескере отырып, мен өз даусымды осы жолы Нұрғанатқа беремін. Мен мынау қызылордалық Бек Сұлтан інімізді көріп жүрем, жақсы, жаңағы потенциалы жақсы ақын. Бүгінгі айтыста да сондай бір жаңа сахнада да сұңқар болып, саңқылдай, қарқылдап отырмай, қарғалардай деген секілді сондай ниетпен келген. Ал енді Нұрғанат жаңа басында Көмекейдің елінен келіп тұрмын деп бастады ғой. Көмекей деген мынау Көмекей емес, бұл Көмекей әулиені айтып тұр, бұқар жау. Сондықтан сол бастағаннан бастап сен аяғына дейін бір деңгейде айтысып шықтың, сонша дайындығыңды көрсеттің. Сондықтан бүгін жеңімпаз деп мен мынау Павлодарлық Нұрғанаттан. Енді жағдай шешілді, сондықтан Павлодарлықта жүлде құтты болсын. Рахмет. Сонымен қазылар алқасының шешімімен финалға жолдаманы Павлодар облысы жеңіп алды. Асыл домбыра жобасының атынан хабар арнасына осы жобаның авторлары ақын, айтыстың ақсақалы Жүрсін Ерманға, ағамыз Берік Уәлиге алғыс айт отырып, Асылтас қоғамдық қорына демеу көрсеткен үшін бас иіп рахмет айтамыз. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.